Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да бейнежазбамен келдім. Бүгінгі бейнежазба тақырыпты көріп тұрғандарыңыздай, Кореяда қазір соңғы уақытта көп дамып кеткен атақты спорттардың бірі диеталар немесе Құлпынайдың спорты жайында айтатын боламын. Және де бейнежазбаны соңына дейін көретін болсаңыздар, Құлпынайдың қазіргі салмағын да сіздерге көрсететін боламын. Негізі ұялып тұрмын оны көрсетуге, бірақ көрсетсем ғана намысқа тырысып азатын сияқтымын. Бүгінгі бейнежазбада әрине қазір қай елге, қай жерге бармайық, қыздарымыз жіптіктей арық, бірінен бір өткен сұлу, аналарымызда, жастарымызда барлығы. Бүгін сол қыздардың қатарына өзімді қосып, менде азатын қалай азып жатырмын, қалай азуға болады, осыны айтатын боламын, иә. Әрине қазір Кореяда ең атақты спорттардың бірі пилатес екен. Себебі әншілер, актрисалар әрине фитнес залдарға да барып жатыр, биге де, бассейнге де, йогаларға да барып жатқанмен, бірақ ерің демей, әйелің демей көп баратын спорттың бірі пилатес екен. Осы спортқа мен де баруды жөн көрдім. Өйткені әрине мен бұрындары фитнес залға да барып көрдім, йогаға да барып көрдім, тағы да басқа спорт, жүзумен де айналысып көргем айтпақшы. Барлығымен жасап көрдім, бірақ менде онша нәтиже көрген жоқпын, себебі ол кезде менде тренердің қадағалауында емес едім. 6 айға, 7 айға ақша төлеймін де, өзім қалаған уақытында барып спортпен айналысып қайтамын, үйге қайтам болып жүре берем. Ана жердегі аппараттарды қалай қолдану керек, қалай жаттығу жасау керек, мен білмейтінмін. Әйтеуір ана жерден бір көріп алғаным бар, мына жерден бір көріп алғаным бар, соны жасайтынмын. Дұрыс жасап жатырмын ба, жоқ па, мені ешкім тексермейтін. Содан да білмеймін, содан да болар, ұйықтап қалсам бармай қоя саламын, мен іздеп жатқан ешкім жоқ қой деп, аптасына бір рет барам ба, бармайым ба, сондай болып, ешқандай нәтиже болмайтын. Осы жолы мені бір қатаң қадағалайтын тренердің қолында болайыншы деп пилатеске жазылдым. Жазылған күні әрине 1 жылға тіркелдім. Тіркелген күні бұлар менен инбади деген нәрсені алды. Яғни, мынаны ұстап тұрсаңыз, сіздің сыртқы салмағыңызды ғана емес, ішкі дене мүшеңізде қанша пайыз май бар, қанша пайыз су бар, қанша пайыз бұлшық етіңіз бар, соның барлығын өлшеп беретіні бар екен. Ананы өлшеген кезде көріп қорқып кеттім деп айтайын шыны керек. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде менің салмағым, айтуға аламын, 65 екенмін. Менде бұндай салмақ бірінші рет. Мен неге өзімнің салмағымды қазір сіздерге айтып жатырмын, себебі айтсам намысқа тырысып азам, жоқ дегенде 55-ге дейін азатын шығармын. Айтпай жүре берсем, мені ешкім білмейді ғой деп, ары қарай 65-70 болып кететін түрім бар, бұлай жүре берсем. Сондықтан спортпен айналысуға келдім. Бұл жерге келген кезде неге бұл спортты таңдадым, басқасын емес, себебі бұл жерде әр ай сайын ана тақтаға сіздің кім қанша килограмм азды бір айда, кім қанша килограмм қосты бір айда, барлығын жазып қояды екен. Намысқа тырысқаннан айналсасын не керек, ол жерде намыс ойнайды. Ең бірінші кірген кезде, спортқа тіркелгеннен кейін мен кең спорттық киім киіп бардым. Барған кезде мұғалімнің бірінші маған ескерткені, келесі сабақтан бастап денеңізге жабысып қалған, тырысып қалған киім киіп келіңіздер. Мен бірінші ыңғайсыздандым, бірақ ол кісінің айтуы бойынша, сіз жабысып қалған киімді киіп келсеңіз, сіздің қай жеріңізге күш беріп жатырсыз, қай жеріңіз дұрыс күш беріліп жатыр, біз көру үшін бізге тырысып қалған, жабысып қалған киім қажет деп айтты. Әрине келесі солай киініп бардым. Есікті ашып кірген кезде менің бірінші ойлаған нәрсем не екенін білесіздер ме? Мына жерде мен ақ базуға келген, менде осындай ой пайда болды. Себебі барлығы жастар, жас қыздар, 20-ның басындағы жас қыздар деп айта аламын. Және барлығы 90-60-90. Мен айтам да, мен ақ қой деймін мына жерде азуға келген деген сияқты бір сондай ой болды. Білмеймін енді олар ұзақ жасап азып жатқан жандар ма, жоқ, ары қарай жай ғана бұлшық ет жасайтын жандар ма, түсінбедім. Бірақ барлығы әдем қыздар екен. Бірінші қызығып, қызғанып қарағанмен, қазір олардан мотивация аламын. Қазір мен сендерден де арық боламын, мен әлі көресіңдер ғой деген сияқты бір өзіме мақсат қоя бастадым. Және де бір қызығын айтайын, ол жерде күнге сабаққа келдің ба, келмедің ба тексеріп отырады. Бұл сабаққа қатысу үшін мен әр сенбі күні сағат 1-де сайт ашылады. Сайтқа кіріп, 1 апталық менің жоспарымды, планды, қай күні, қай сағатта барам, расписание бердеймін, алдын ала резерв жасауым керек. Сол жақсы екен, өйткені күніге бүгін істейтін тірлік жоқ қой деп кеш тұрмайсың, мен спортқа барып келуім керек деп ерте тұрамыз. Барған кезде енді атымыз шақырады, келдің ба, бүкіл кәрістердің атын айтады, Құлпынай нейін деп айтады сол кезде. Бәрі маған қарайды. Шетел азаматы ма не деген сияқты. Сондай бір вниманиялар болып жатыр, енді азуға тырысамын. Әрине сіздерге бір жылда мен 10 килограмм азам деп уәде бере алмаймын, бірақ жоқ дегенде 3 килограмм мен 5 килограмм азсам екен деген мақсат бар енді. Өткен бір бейнежазбалардың соңында бір кісі маған жазған екен, азам деп қоймадың ғой, үйіңде сен бала тәрбиелеп отқан анасың ғой, сол уақытыңды үйіңдегі балаңа арнасаң қайтеді, балаңа қазақ тілін үйретсең қайтеді деген әрине бір керемет комментарий оқыдым. Сіздікі дұрыс. Кез келген адам солай ойлайды, себебі
себебі ана баласын тәрбие беру керек, уақытын балаға арнау керек. Дұрыс айтасыз. Бірақ менің ойымша, мен өзіме қарасам, өзімді күтсем, денсаулығыма қарап спортпен айналыссам, оның өзі менің балама берген бір үлкен тәрбие деп айта аламын. Өйткені мен балама спортпен айналысу қажет екенін, салауатты өмір салты спорт екенін көрсетіп жатқан бір тәрбие деп айта аламын. Және де әрине жолдасымның жанында, баламның ата-аналарының жанында қуыршақтай әп-әдемі болып жүргім келеді. Мен мысалға толып кетіп жүргім келмейді. Қанша жерден біз үйде, аналар үйде отырып қалған, бала қарап, үй жұмысындағы, үй шаруасындағы әйел болғанымызбен де өзімізге қарап, айнаға қарап, мақұл бізді біреу әдемі демей-ақ қойсыншы, бірақ айнаға қарағанда өзімізді әдемі сезінетін болсақ, біздің бір күніміз бақытты. Менің жеке өзімнің практикамнан, менің отбасымнан айтып көрейінші. Мысалға мен таңертең орнымнан тұрған кезде, мен көңілсіз болатын болсам, сол бір күн бойы біздің үй, біздің отбасының аурасы көңілсіз. Мен таңертең орнымнан тұрған кезде көңілді отырып, өзімен өзім ән айтып көңілді жүретін болсам, сол күні қандай оқиға болмасын, біздің үйдің бәрі бақытты, көңілді. Сол үшін бір үйдің аурасы, атмосферасы біздің әйелдерге байланысты деп ойлаймын. Біз шеке басымыз тырс жүрсек, бала шағаларымыз қорқып жүреді, не үшін шеке басын тырс жүр деген сияқты. Ал біз әдемі бақытты болып жүру үшін өзіміздің ішіміз бақытты болу керек. Менің мысалы басқаларыңыз менің жеке бақытым, мысалы ішімнен бақытты болу, таңертең тұрған кезде, айнаны көрген кезде мен өзімді әдемі сезіну, арық сезіну деген сияқты. Соңғы уақытта шыны керек, мен шопингқа да бір киім алып жүрген жоқпын, себебі киім алатын болсам фрисайздар, оверсайздар аламын. Өңкей кең киімдерді алуға тырысамын, себебі мен бұрынғы қыз кездегідей арық емеспін. Сол үшін киім де алып жүрген жоқпын. Бұйыртса азып алайын, керемет киімдер аламын деп отырмын. Бір тәте апай жазған екен, 50-ге кеп қалдық, сендер сияқты жас болсақ қой шіркін, жасар едік, үйтер едік деп жазған екенсіздер. Дұрыс айтасыз, иә, бірақтан барлық нәрсеге еш уақытта кеш емес деп ойлаймын. Біз негізі қазақ қорқақ қалыппыз ғой, қорқа береміз. Не бастасақ та бірінші жаман жағын ойлаймыз, жақсы жағын ойламаймыз ғой. Банкрот болып қалсам қайтемін, нәтиже болмаса қайтемін деген сияқты. Негізінде нар тәуекел жасап көру керек екен деп ойлаймын. Біздің кішкентай бір нар тәуекеліміз біздің өмірімізді өзгертіп жіберу әбден мүмкін екен. Оған менің көзім әжептәуір жетті. Біз үйде отырған ана болсақ та, 40-тағы, 50-дегі, 60-тағы әйел болсақ та, кішкентай нәрсеге тәуекел жасап көрейікші деп айтар едім. Себебі ол тәуекеліңіз үлкен бір қаражат талап ететін тәуекел болмай-ақ қойсын. Күніге таңертең ерте тұрып, есігінің алдын жаяу бір айналып келу. Күніге таңертең тұрып, әрбір бала шағама сені жақсы көремін деп айту деген сияқты бір кішкентай нәрседен бастасақ, соның өзі біздің отбасымызға бір үлкен бақыт әкелетін сияқты. Әрине бұл менің жеке ойым. Барлығында тек қана тәуекел етейік деп айтамын. Және де бүгінгі бейнежазбаның соңында менің айтқым келетіні, мені көріп отырған аналар. Жастарымыз біз, сіздер өздеріңіз айтпай-ақ әдемісіздер, мен айтпай-ақ красавицасыздар ғой, арықсыздар. Бірақ мені көріп отырған мен сияқты аналар, үйде отырған аналар, баласы бар аналар, давайте осы жылы 2022 жылы бірге азайық. Бірге азып, бірге әдемі болайық. Бірге әдемі болып, отбасымызды бақытты етейікші деп айтқым келеді. Қазір Кореяда әрине спорттардың түрі бар деп жаңа айтатынмын. Диетаның түрі де өте көп. Әрбір әншінің өзінің жеке диетасы бар. Азып жатқан диеталар түр-түрі көп. Мен диета ұстай алмаймын. Мен аштыққа шыдай алмаймын. Мен қарным ашса тамақ жеп қоя беремін. Оны мен спортпен шығаруым керек болатындықтан, әрине бір үлкен қаражат жұмсап спортпен айналыспасақ та, күніге бір лестницадан жаяу көтерілу, жаяу жүру, үйде бір билеп алу, музыка қойып, осының өзі бір үлкен спорт деп ойлаймын. 2022 жылы мені көріп отырған барлық аналар, барлық апайлар, давайте Құлпынаймен бірге керемет азып, жіптіктей арық болып, жолдасымыздың жанында, бала шағамыздың жанында қуыршақтай әдемі келіншек болып жүрге қалай қарайсыздар? Давайте 2022 жылы салауатты өмір сүрейікші. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Бейнежазбаның соңына дейін көріңіздер көп-көп рахмет. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Сау болыңыздар.